Ал сіздің бизнесіңізде қазақ тілінің рөлі қандай? 80%, 90% тұтынушыларымыздың бәрі қазақтар ғой. Сіздің бизнесіңізге қазақ тілін енгізу табысыңызға және клиент санына әсер етті ме? Орыстар да сөйлеп жүр ғой. Қазақша контент арқылы ақша тауып. Армысыздар, қымбатты көрермендер, өткен шығарылымда біз цифрлық кеңістіктегі қазақ тілі туралы тақырыпты талқылағанбыз. Өздеріңіз байқағандай, қазіргі кезде нарықта біздің ана тілімізге деген сұраныс артып келе жатыр. Ал іс жүзінде кәсіпте қазақ тілі қолданылып жүрме? Бүгінгі подкастта осы сұраққа жауап іздейміз. Тақырыбымыз қазақ тілі бизнесте мүмкіндік пе? Осы сұрақтарға жауап беретін білікті танымал кәсіпкер Айзат Ерғали. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сәлеметсіз, рахмет. Сіз кәсіпте жүргеніңізге енді біраз болды ғой. Қазіргі кезде іс жүзінде нарықтағы клиент көбіне қай тілде қызмет алады, қай тілде сөйлейді? Біз енді Қазақстанда тұрып атқандықтан бәріңіз білесіздер, орысша мен қазақша бірге жүреді. Бірақ соңғы жылдар байқасаңыздар, қазақ тілі бір трендке айналып, жаймен деп, қазақ тілі білсең, наоборот, плюс екен адамдар жаймен деп түсініп атқан сияқты. Бірақ мен енді өз кәсібімді қазақша жүргізем, орысша да арасында жүргізем, бірақ в основном қазақша жүргізем. Түсінсең, түсінбесең түсініп ал дегендей ғой, бірақ әр адам талпыну керек, өйткені қанша Қазақстанда тұрып, мен өзім күйеуім Семей, Павлодар жақтан да орысша бітірген оқуды, и ортасының бәрі орысша сөйлейді. Енді сол ортада отырғаннан кейін сен де орысша сөйлейсің. Бірақ мен айтамын да, сендер қалай Қазақстанда почти 40-та жастарың Қазақстанда тұрып қалай сендер дұрыс қазақша сөйлемейсің? Біз түсінеміз дейді, бірақ сөйлей алмаймыз дейді да. Мен өзім 3 ағай мысалы даже 6 ай мен шетелде оқыған кезде, мысалы 3 ай Польшада оқыдым, 6 ай одан кейін Чехияда оқыдым. Мен сол какой-то бір аз уақыттың ішінде по-любому солардың тілін үйреніп алдым. Қатты білмесең де, бірақ жаңағыдай ауызекі күнделікке қолданатын сөздерің, иә, адамның өзінің ниетіне байланысты сияқты. Үйренем десең, сен кез келген тілді үйреніп аласың. Неше жасқа келседің де? Ол жасқа қарамайды, ол адамның қабылдауына, ниетіне, жалпы маған керек па деген. Керек емес десең, сен оны қабылдамайсың. Сол сияқты, сондықтан да Қазақстанда тұратын мен білмеймін деген ол өтірік әңгіме, не ғой? Оправдание, сылтау ғой. Ал іс жүзінде клиент қай тілде сөйлеп жүр? Тұтынушымыз қазақ тілінде көбіне сөйлей ме, жоқ орыс тілінде ме? Тәжірибеде сен қай тілде сөйлейсің, сол тілде жауап береді адам. Сен қазақша сәлеметсіз бе десең, ол саған сәлеметсіз бе дейді. Сен здравствуйте деп кірсең, ол сатушы саған здравствуйте деп айтады. Сондықтан да біз енді өте көп әртүрлі ұлт мемлекетіміз ғой. Сондықтан да ол да енді бір жағынан сыйластық, иә. Сен әдейі қазақша жауап бермейсің ғой, енді ол шынымен де білмейтін шығар, иә. Ал негізі өзіміз соны трендқа жаймен айналдырып білетін адамдар сәлеметсіз бе деп кіріп, хотя бы басын бастасақ, жаймен деп адамдар өздері уже үйрене бастайды. Ал сіздің бизнесіңізде қазақ тілінің рөлі қандай? Мен жалпы бизнесім, бұл кім деп атқан адамдар бар шығар, мен флиппингпен айналысам. Флиппинг ол жаңа сөз, осыдан 900 жыл бұрын айтқан кезде, бұл не флиппинг деген, ол трейдинг деген ба деп ше адамдар түсінбей. Флиппинг деген ол Америкадан келген ғой, Америкадандай қарайтын еді ғой программаларды. Үйді тез алады да, жаман старый бір анау ескі үйлерді алады да, тез соны прямой эфирді көрсетіп, соны жаңалайды. Ондай программа негізі Қазақстанда жоқ, журналистердің құлағына алтын зырға шақырсаңыздар болады десе. В общем, сол флиппингті Америкада старый үйлерді, көне үйлерді жаңартып, аз уақыттың ішінде сатып, содан пайда табады. Ал бізде Қазақстанда мен сол флиппинг по-казахски деп алдым да, флиппинг қазақша. Неге өйткені біз жаңа үйлерді аламыз, біз жаңа ескі үйлер алмаймыз. Тек жаңа үйлерді әрлеп, ремонт жасап сатамыз да, сонымен пайдамыз табамыз. Өзіміздің қара еңбегімізге ремонт жасап, иә. Сол флиппинг, қазақша флиппинг деп аталады. Сол қазақша флиппингті дамытып, сол сөзді осы жақта біздікі Американың емес, біздікі қазақша флиппинг деп осы елімізде көрсетіп, адамдарға жол көрсетіп,
жүрген жайымыз бар. Енді өзімнің қазақ тілінің дамуына бір сөзбен айтқанда үлесіңізді қосып жатырсыз осы бағытта. Иә, өйткені бізде мен қазақ тілінің жалпы Қазақстанның дамуына өте үлесімді көп қосамын. Өйткені мен даже ремонт жасайтын адамдардың бәрі бізде өзбек, тәжік қой, Иә. Менде тек қана қазақтар жұмыс жасайды. Мен сондай чуть-чуть патриотым бар. Тек қазақтарды аламын. Орыстар да жоқ бізде. Тек қазақтар. Енді маған жаңағыдай жұмыртқа лақтырмасын, бірақ мен өзімнің жаңағыдай өзіміздің қазақтар жұмыс жасасын, үйренсін деп соларға не қыламын, көбінесе мән беремін. Демек сіздің бизнесіңізде, кәсібіңізде қазақ тілінің рөлі маңызды. Өйткені білмеймін, енді 80%, 90% тұтынушыларымыздың бәрі қазақтар ғой. Сатып алушылар да қазақтар. Ол сөйлей алады, сөйлей алмайды деген міндет емес. Сен қалай түсіндіресің ақпаратты, ол өзінің керегінше түсініп алады. 100% түсінбесе де өзінің керегін алады. Сіз өз бизнесіңізге қазақ тілін саналы түрде енгіздіңіз бе, әлде мәжбүрлік болды ма? Жоқ, мен жалпы Қызылорда облысынанмын. Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақжар ауылынан. Біздің ауылымызда бір орыс бар тұғын, бірақ ол орысша білмейді, ол қазақша сөйлейді. Біздің ауыл сондай таза қазақ ауылы. Жалпы Қызылорданың адамдары біледі ғой, бізде кәрістер көп, да, и сол кәрістердің өзі қазақша сөйлейді бізде. Сен кей кезде түрін көресің да, орыс кәріс екен, здравствуйте деп, что вы хотели купить деп сұраған кезде, неге маған қазақша сөйлеңіз деп айтқан кезде ұялып қаласың ғой кей кезде. Сен ойлайсың ғой, автоматынан түрін көріп, ойбай, басқа елдің адамы түсінбейтін шығар деп. Бірақ қазақша сөйлеңіз мәз болып қаласың, қуанасың. Кәдімгідей бір мәз болып, былайынан одан сайын анаған скидка жасап бергің келіп тұрады, ше. Мен сол үшін айтамын, басқа ұлттың өкілдері қазақша сөйлесеңіздер, ол сіздерге тек қана плюс болады. Кез келген жерде авторитетный болып отырасыз деп. И қазір байқасаңыздар, мен мысалы қыздарым, балдарым бәрі мектепте де, садикте де бәрі қазақша группаға барады, группасында басқа ұлттың адамдары, кәдімгідей кәрістің, орыстың балдары қазақ группасына барып жүрген көріп қуанасың. Жаймен деп көбейіп жатқан секілді. Бұрын мысалы қазақ группаласын аз болады да, орыс группалар көп болатын еді ғой. Қазір керісінше жаймен деп қазақ группалары көбейіп жатыр. Жалпы ол енді әркімнің өзінің кәсібі ғой, кәсіпке қарап отқан кезде қуанасың, бір жағынан дамып жатқан. Яғни сіз саналы түрде және сұранысқа сай кәсібіңізге қазақ тілін енгіздіңіз. Ол бір. Екінші, мен жаңағыдай акцентім болды орысша. Орысша білмей келдім. 17 жасымда Алматыға келген кезде орысша мүлдем білмей келдім, ағылшынша білмеймін. Сол кезде мәжбүрлі түрде орысша үйрендік қой, өйткені саған керек ол. Одан кейін екінші жастардың арасында сен орысша білмесең, сен бір төмен сатыдағы адам сияқты болып қаласың, Сол кезде, Содан кейін мен тілдерді үйрене бастадым, ағылшын тілін үйрендім, шетелге грантқа түстім. Сол кезде менің ағылшын тілім орысшамнан жақсы болатын. Мен сол кезде ұялатым, мен неге орысша білмеймін деп. Сөйтіп практикамен, тәжірибемен үйреніп кетесің ғой, керек болса үйреніп алады любой адам, кез келген тілді. Ал мәжбүрлі түрде де, саналы түрде де бұл жерде бәрі бар сияқты. Ал жұмыста екі тілде де жүргізе беремін. Көбінесе қазақша жүргіземін. Өйткені орысша жазсаң, жаңағыдай қате жазып кеттің, грамматикада ошибка бар, окончаниені дұрыс қоймадың деген сияқты комментарий кеткен кезде, қойшы, ұра берейінші, лучше қазақшам бәріне түсінсе де түсіну. Мен айтамын, наоборот, сен қазақтар жазады ғой, орысша жазбайды, сен қате айтып жатсың деп. Қазақтар жазады, сен орысша қате жазып жатсың деп. Ал қазақша жазсаң, саған ешкім жазбайды, ана жеріңде ың емес, ың деп ше. Неге сөйтіп мен қатемді түземейсіңдер қазақша деймін, өйткені өздері дұрыс білмейді да көбісі. Сондықтан да сіз болып, біз болып атсалысып жүрсек, мне кажется, кез келген кәсіпте дамиды. Жалпы өзіңнің бағытыңмен жүргізу керек қой, өзіңе қалай ыңғайлы. Маған ыңғайлы қазақша. Әрине, енді қазақ болғаннан кейін өз ана тілімізде жүргізген дұрыс, бірақ өкінішке орай еліміздегі барлық бизнес түбегейлі қазақ тіліне ауысты деп айта алмаймыз. Мысалы айтатын болсақ, сіздің бизнесіңізге қазақ тілін енгізу табысыңызға және клиент санына әсер етті ме? Әсер еткенін бүйтіп байқамаймын. Өйткені бізде көріп тұрсыз ба, ремонт, жалпы терминнің, сөздерінің бәрі, ремонттың, құрылыстың бәрі орысша. Мысалы, кез келген ручка деп айтсаң, оны ручка деп кетесің ғой, мысалы. Есіктің сабы деп айтпайды. Есіктің сабы десең, ол не дейді да? Ручка дейсің, строительный болт дейсің, мебель дейсің, бәрі жиһаз деп атсаң, бір түсінбей қалатын сияқты. Бірақ біз по-любому жаңа өзіміздің
күнделікті сөзімізде жартысын орысша сөз қолданады екенбіз. Мен оны қай жақтан байқадым? Біз қазақша күшті сөйлейміз деп жүреміз ғой. Қытайға барамыз ғой біз. 2 ай сайын зат алуға Қытайға барамыз. Сол кезде Қытайдың қазақтары ана жақта бізді алып жүреді. Переводчиктар, тілмәш. Олар таза қазақша сөйлейді. Олар вообще орысша қоспайды, вообще деген сөз түсінбейді. Мүлдем қоспайды. Сол кезде бүйтіп сөйлеп жатырмыз да, бір қазақша сөйлеп жатырмыз анаған, бірақ біз түсініп тұрған жоқ қой. Өйткені біздің жартысы сөзіміз орысша. И, в общем, сөйтіп, в общем дегенді көрдіңіз бе? Ауыз екі сөз кетіп қалады, бізде автоматом кетіп қалады да. Сондықтан да аналармен сөйлесетін кезде бір-екі күн қиналып жүресің да, одан кейін біз таза қазақ тілін біледі деген адамның өзі жаймендеп үйренеді екенсің. 2 күннен кейін уже саралап, ананы бірінші қазақша аударып, полный қазақша аударып аласың да, сосын толықтай оған қазақша түсіндіресің. Сол кезде ғана түсінеді олар. Біздің нағыз қазақтар Қытайда тұратын. Сол кезде мен ойлаймын, оларға сендер молодецсіңдер. Нағыз қазақ тілін сақтап қалып жүрген тілдерін. Біз жойылып баратыр, ана күнделікті қолданысқа енгізілмегендіктен кейбір сөздер жойылып баратыр. Сондықтан да бәріміз күнделікті сөйлесек, оның дамуына әсер етеді. Бірақ кәсібім ойбай қазақша сөйлесем, қазақша жүргізсем, кәсібім дамымай қалады екен деген ондай болмау керек қой. Тұтынушы, сенің затың дұрыс болса, сенің көрсетіп жатқан нәрсең жақсы болса, ол алады қай тілде сөйлеп тұрсаң да. Бірақ қазақ тілінің рөлі бар. Рөлі бар, өйткені сен Қазақстанда тұрып жатсың ғой. Саған қазақша сөйледің деп ешкім саған не қазақша сөйлеп тұрсың деп айтпайды. Наоборот, сен орысша сөйлеп кетсең, сіз көп орысша айтып кеттіңіз, қазақша айтыңызшы деп айтса мәз болып қаласың. Мен, значит, көбісі қазақша тыңдайды екен ғой деп. Сонда қазақ тілін өзі қалап сұрайтын тұтынушылар бар. Неге қазақша айтпайсың деп айтады. Біз қуанамыз, ондай комментарийлар болады. Кей кезде енді орысша жағдай объявленияларды бәріне түсінікті болсын деп, өйткені сен тек қазақтар қарамайды ғой, сен көп мемлекеттің адамдары қарайды, мені Қырғызстан қарайды, СНГ-ның адамдары қарайды, Америкадан, Италиядан қарайды адамдар, кәдімгідей біздің тұтынушыларымыз бар, клиенттеріміз бар, олар басқа ұлт өкілдері, оларға айта алмайсың ғой, түсініп ал өзің деп ше. Сол үшін біз толық ақпараттарды орысша береміз. Бірақ жаңағыдай қосымша сұрап жатса, мен түсінбей жатырмын десе, біз міндетті түрде звондап түсіндіріп бәрін қазақша айтып береміз. Бірақ басымдық бәрібір қазақ тілінде. Иә. Ол дұрыс енді. Өйткені кәсіп қай жағдайда дамиды, егер адам өзінің тілінде қызмет көрсете бастаса және дұрыс қызмет көрсете алса, Бұл жерде мәселе енді тек қазақ тілінің қызмет көрсету үшін мамандарға, тікелей байланысты болатынын айта кеткеніміз жөн. Өйткені сіз бизнесіңізді тек бір өзіңіз жалғыз жүргізбейсіз ғой. Сіздің айналаңызда, қол астыңызда қаншама маман қызметкерлеріңіз бар. Оларды іріктеген кезде қазақ тілін білу міндет деген талап қоясыз ба? Міндетті. Қазақ тілін білу міндетті. Орыс тілін онша қатты білмей ақ қой, бірақ саған қазақ тілін білу міндетті. Біздің қызметкерлер енді жалпы клиентпен тікелей қарым-қатынас жасайтын менеджер болсын, консультант болсын, оның бәрі бірнеше тіл білген жақсы ғой. Оның ішінде қазақ және орыс тілі бірге жүру керек. Ананы білем, ананы слабый білем деген емес, жалпы екеуін де толық түсінетін адамды аламыз біз. Ал ремонтниктар, бізде жұмыс жасайтындар бәрі қазақ қой. Олар орысша білмейді, осының таза қазақтар бәрі. И олар ешкіммен сөйлеспейді ғой. Оларға керек емес орыс тілін білу, мысалы да. Сондықтан да олар өздерімен тек жұмысын жасаса болды, услуга. Ал кім именно клиенттермен қарым-қатынас жасайтын, бізде екі көмекшімде екі тілді анық біледі. Демек, кәсіпте де қазақ тілін білетін кадр мәселесі маңызды. Маңызды. Жұмысқа тұрған кезде, енді қаншама басшыларға айтатын, маңызды етіп алсаңыз, адамдар өзі үшін үйренуші еді. Керек қой, өмір сүру керек, ана жұмысқа тұру керек. Ол жұмысқа тұру үшін қазақ тілін білу маңызды деп қойып қойса, мысалы, ол жақсы, жаман болмайды, ол тек қана жақсы болады. Өзіне де, компанияға да. Ал кәсіпкерлер арасында қазақ тілін білетін кадрларға, мамандарға сұраныс артты деп айта аламыз ба? Ол енді жаймен, степ бай степ дейді ғой ағылшындар. Жаймен деп келе жатыр. Оны сізбен біз болып жаңағыдай жұмыла жүріп жасасақ, ол тезірек болады. Ал егер жоқ, маған керек емес, әркім өзі білсін деген сияқты болса, онда ол жаймендеп дамиды. Қазақ тілі бизнес үшін имидж бе, әлде қазіргі кезде қосымша нақты табысқа
жетелейтін құрал деп айта аламыз ба? Енді қазір соңғы жылдары енді трендқа енгізіп жатқан жақсы ғой. Тренд болса адамдар қазір мода деген нәрсені жақсы көреді ғой. Бірінші болған жақсы көреді, бәрін білгенді жақсы көреді. Кім сен жамансың, сен білмейсің деген ұнатады да. Сондықтан да ол енді біздің білмеймін, қалай айтсам болады екен. Сіздің бизнес үшін енді қазақ тілі имидж деп айта аласыз ба, әлде бұл жерде бәрібір имидждан бұрын нақты пайда әкелетін құрал деп айтуға болады? Жоқ, пайда деп айта алмаймын. Өйткені сенің затың ұнамаса, сен қазақша сөйлеп тұрсаң алмайды ғой адам. Мысалы, сіз көйлек құрап тұрсыз, ойбай, анау қазақша сөйлеп тұр екен деп көйлек сізге размер келмесе алмайсыз ғой, сол сияқты ғой. Ол жерде тек адамның өзінің подачасы ғой. Жалпы кез келген кәсіпте таза қазақша ресторандар бар бізде. Меню, мәзірдің бәрі жаңа тіске басар, тәбет ашар деп әдемі ғой аттары да. Вау деп, эксклюзив қой, мынау күнделікті көрінетін нәрсе емес. Вот нағыз қазақша жүргізіп жүрген бизнес кәсіптер бар. Сен қуанасың ондай кәсіптерге. Ол кәсіптерге басқа мемлекеттен келген жаңағыдай қонақтарыңды алып баруға тырысасың. Мені көрдің бе деп. Вот мына жерде имидж. Бұл жерде имидж. Ол өзінің фишкасын тауып тұр. Басқадан ерекшеленіп тұр. Ал бізде қалай жалпы кәсіп ашатын кезде анау ана жерден байып жатыр екен, сондай бизнес ашайық деп тура соны копировать етеді да. Өйтпеңіздер, жалпы кәсіпте жаңағыдай таза қазақша жүргізіп дамытыңыз имиджіңізді. Ал бізде мен толық қазақшаға кеткен жоқпын. Менде жаңа мәзірім тәбет ашар емес әлі. Өйткені бізде сұраныста көп мемлекеттен адамдар алып, қытайлықтар келіп, компаниялар алады бізден үйде. Көп мемлекетпен жұмыс жасағандықтан, жалпы әртүрлі ұлттарға амалдың жоқтығынан екі тілде жүргіземіз. Маған өзіме қазақша жүргізген өте ыңғайлы. Мен бастасам, сөйлесем, күшті қылып айтып беруші едім. Орысша сөйлеймін, барын жеткенімше түсіндірем. Өйткені ол нужда дейді ғой, надо. Қажеттіліктен туындайды. Сондықтан да бірақ толық қазақша жүргізіп жүрген контенттер бар. Осы құрылыс саласында, дизайн саласында, мен ол кісілерге қарап молодец деймін. Вот жарайсың. Вот сол өзің ерекшелене алдың. Өйткені олардың өзінің тұтынушылары бар. Қазақ тілінде бизнес жүргізетіндерге қазіргі кезде сонда басымдық бар. Қалай болғанда да тұтынушы тарапынан оларға деген қызығушылық та, оларға деген сұраныс артып келеді. Плюс болып тұрады. Ал енді қазақ тілін өзінің бизнесіне, кәсібіне енгізе алмай жүрген әріптестеріңізге қандай кеңес беретін едіңіз? Неден бастауға болады? Енді өзі, мысалы, кәсіптің басында біреу тұрады, егер сен өзің жаңағыдай қазақшаң онша емес болса, сөйлей алмасаң, шынымен де қабылдай алмасаң, ондай адамдар бар ғой, онда сен қазақша білетін адамды ал, сол контент жүргізсін. Оның бәрі қазір мүмкін ғой. Тек айтып тұрмын ғой, сылтау айтпесе, кез келген сұрақтың шешімін табуға болады. Сен сол контентің жүргізіп беретін, немесе жаңағыдай құрбыларың бар ғой, білетін. Ақша төленгенме баратса, құрбыларыңды қосып қой контенттің ішіне, таза қазақша сөйлеп отырған. Ал өзің арасында сөйлемейтін жерінде ғана, бір-екі ауызы ғана сөйлейтін жерінде бол, өзі сен контент қабылдайды. Ел, мына біледі екен ғой деп. Ол ниетке байланысты. Ниетің болса, сен кез келген нәрсені істейсің. Орыстар да сөйлеп жүр ғой. Қазақша контент арқылы ақша тауып, мысалы да, бізде блогерлар бар. Міне, өзінің фишкасын тауып алды да, ол білет, ол плюс екен. Минус емес, ол наоборот плюс болады кез келген адам үшін. Контент дегеннен кейін енді маркетинг пен жарнамаға ойысуға тура келеді. Қазақ тілінде қаншалықты қазіргі кезде осы жарнамада, маркетингте сапалы жасалып жатыр? Сіздің ойыңызша? Қазақша контент ба? Қазақша контент көбінесе реклама берген кезде орысша айтыңызшы деп айтады. Мысалы, бізге келеді ғой, реклама жасап беріңізші деп. Мен өзі негізі контентімде реклама жасамаймын. Тек қана құрылыс компанияларымен ғана кәдімгідей контрактпен, официально 1 жылдық контрактпен жұмыс жасаймын. Ол кісілер айтпайды маған, сен орысша сал, либо қазақша сал деп. Өйткені білет, мен өзімнің подачамен беретінді. Орысша бергім келіп тұрма, осы информацияны, мысалы, ақпаратты берем. Қазақша бергім келіп тұрса, қазақша араластырып жібере салам. Ол мынандай тілде айт деп маған ешкім мәжбүрлемейді, жалпы. Енді басқа компаниялар білмеймін. Ал сіз өз аудиторияңызды зерттеп, зерделейсіз бе? Қай тілде өтімдірек болады деп? Менің аудиториям, по-моему, в основном 90% қазақтар. Ол түсінеді бәрі.
бір 10% бір басқа елдің адамдары шығар, бірақ 90% енді көпшілікке жұмыс жасайсың ғой, сондықтан да екі тілде жүргізе береміз. Ешқашан қазақша сөйледің деп маған бір комментарий жазбаған. Орысша сөйлеп жатсың деп жазады. Негізі енді ол шындығына келгенде іс жүзінде қалыпты дүние болу керек қой. Біз Қазақстанда тұрғаннан кейін, қазақ болғаннан кейін кәсіпті де қазақ тілінде жүргізу, жалпы қарым-қатынас, қызмет көрсету барлығы біздің ана тілімізде болу керек. Неге біз қазір бұл мәселеге тоқталып отырмыз? Өйткені біз кеңес заманы кезінен қалған сарқыншақ дейміз ғой, енді сол кездегі тәрбие, сол кездегі білім, сол кездегі орыс тіліне бейімделу содан қалып қойғаннан кейін қазір осы күнге жетіп отырмыз. Ал өзге мемлекеттерді қарайтын болсақ, мысалы Қырғызстан, Өзбекстан, олар өз тілдерінен айырылған жоқ. Оларда ештеңе жоғалған жоқ. Тек мұндай мәселе Қазақстанда өкінішке орай қалып қойды. Және қазір бейімделіп ақырындап біз сол олқылықтың орнын толтырып жатырмыз. Ал кенжелеп қалған осы тұста кәсіп екенін жасырмай айту керек. Өйткені біз жасыратын болсақ және әрекет етпесек, ол сала дамымай қала беретін сияқты. Сондықтан да сіз сияқты елге танымал, аудиториясын қазақша жүргізіп жүрген мамандардың кеңесі де бұл жерде өзінің тәжірибесі де менің ойымша біздің көрермендерге маңызды. Сол себепті де қазір сізді шақырып, сіздің өзіңіздің қай бағытта қалай жұмыс істеп жатқаныңызды білгіміз келіп отыр. Сол үшін нақты бір кеңестеріңізбен бөлсеңіз. Ең бірінші, жаңа сіз қызметкерді қазақ тілінде алу керек дедіңіз. Өзіңіз жүргізе алмасаңыз да қазақ тілді білетін адамды ал. Білетін қасыңызда болу керек. Екіншіден, енді өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл, мен қазақша жүргізсем мен төмен болып қалады екенмін деген жаңа түсінікті алып тастау керек. Сен қалай барсың, солай бол. Білмесең, талпын. Ешқашан кеш емес. Мен мысалы шетелде болған кезде, мысалы Германияда, білмеймін, даже Польша, Болгарияда оқыдым, Турцияда, өздері түрік болып, білмеймін, орысша сөйлеп жүрген жоқ қой, или ағылшынша сөйлеп жүрген жоқ олар. Олар саған иностранец екеніңді біліп тұрса да мәрәба деп тұрады түріктер мысалы, түсінесің бе, түсінбейсің бе, сөйлей береді олар. Бізде солай болу керек сияқты. Түсінесің бе, түсінбейсің бе, бірақ сөйлей бер, ол адам талпынып бірдеме шығады. Адам жаңағыдай нан керек болса табады дейді ғой. Сол сияқты сіздер жаңағыдай жұмыскерлеріңізді қазақшаға үйретіп, қазақша сөйлетіп, жалпы тәжірибе ғой, күнделікті практика. Мысалы, кішкентай бала туылған кезде сен тула салып зат есім деген не демейсің ғой оған. Ол сөйлеп кетеді ғой, бірақ 3 жасында, 4 жасында сөйлеп жүреді ол, кәдімгідей қазақша біліп. Сол сияқты саған жалпы тіл білу үшін мен мына жерден жаңағыдай қате айтып қаламау деп адамдар бізде отличница, жаңа синдром троечника деген бар, синдром отличницы бар да, көбісіне синдром отличника да, мен қазір дұрыс емес айтып қаламау деп қорқақтайды содан, сосын сөйлемейді, ол әрі қарай тұнып кетіп қалады да. Синдром троечникті осы кезде қосу керек, қате болса да айта бер. Ағылшындар сондай ғой, мен мысалы тест тапсырған кезде, шетелге оқуға түсетін кезде мен 3 рет бардым ғой. Екіншісінде, 4-шісінде түстім ғой деймін, әйтеуір көп қайта бара бердім. Сосын маған ағылшынша жаңағы тест тапсырып жатқан адамдар айтады, сен дейді, 3-ші келсең де по-любому қате айтып тұрсың дейді, маған айтады. Бірақ сен талпынысың үшін мен алам дейді сені. Көрдіңіздер ме? Ағылшындар, сен ағылшынша қате сөйлеп жатсаң да, сен талпынысыңды бірінші бағалайды екен. Сондықтан да бізде сол сияқты қазақша қате сөйлеп тұрса да, сен молодец, жарайсың, талпынып тұрсың ғой. Мысын баспай, әрі қарай дамытып кетсек, кез келген кәсіп болсын, ақша тапқыңыз келе ме, ол ақша жерде жатыр, ол тілге қатысы жоқ оның. Сен просто оны еңкейіп алуың керек та. Түсініңіз бе? Еңкейіп алып еңбектенуің керек. Бұл жерде бір. Екінші, тілді сөйлеп, ұялмай, оны бренд қылып, әдемі, мысалы, Қарақат біздің қалай әдемі қазақша сөйлейді. Сарада қандай тұнып тұрған бізде неше түрлі сөздер бар. Өзіміз қазақ болып сол сөздерді білеміз, бірақ соны қолданбаймыз ғой. Аналар сөйлегенде, бөріктілер мен көріктілер келсін, оның артынан осылай келсін дегенде, тостың өзін күшті қылып айтқан кезде, тосын жақтап алу керек. Қандырады. Сол кезде, ойбай, қазақша сөйлегім келеді деп. Сондай әдемі сөйлейтін қазақтар, журналистер, кәдімгідей сіздер енді профессиональныйсыздар ғой. Сіздерге сөйлегендеріңізге қарап мәз болып қуанамыз. Одан кейін сөйлегің келіп, шабытың ашылып кетеді. Ал орыс компанияға барсаң, анау шабытың басылып қалады да. Сондықтан да бұл жерде мотивация біреуден іздемеуіміз керек, біз мотивация өзіміздің ішімізден болу керек. Күнделікті соны дамыту деген. Сондықтан да қазақша сөйлейік, дамытайық. Ол ешқандай кәсібіңізге минус алып келмейді, ол тек қана плюс алып келеді. Соны ойлаңыз, пайда алып келеді деп ойлаңыз. Сіз жаңа шетелдіктерді мысалға келтірдіңіз ғой. Менің ойымша бізде мысалы
мейрамханаға дейік, мейрамханаға бір шетелдік келді, егер қызметкер бірден түріне қарап, оны шетелдік екенін көре тұра, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз деп амандаса, ол шетелдіктің өзі бір екі сөзді үйреніп кететіні анық. Иә. Ол рас. Одан кейін жаңағыдай өзім посольствода жұмыс жасадым, шетелдіктермен жұмыс жасадым, оқыдым, олар наоборот шетелдіктер қызығып тұрады сенің тіліңе. Сен сөйлеш деп тұрады олар. Біз сөйлемейміз ғой. Біз наоборот ағылшынша көрсек, өзіміздің ағылшыншамызды дамытып, практикамызды жасап кеткіміз келеді сол арадағы 5-10 минутта, бірақ жаңа түсіндіріп, осындай деп айта алады десең, олар қалай болады рахмет деген деп өздері сұрайды сенен. Рахмет деп бірдеме қылып айтады. Сен бір адамға бір тілді үйреніп жіберсең, шетелдік емес құрсын өзіміз үйреніп алайық енді. Бірақ сонда да сол бәрі кішкентай нәрседен басталады, Дұрыс, егер адамның ниеті бар екенін көріп тұрсақ, онда міндетті түрде оны қолпаштап жүреді, бизнесте тура сол сияқты. Кішкентай қадамнан үлкен жетістікке жетуге болады. Өте дұрыс. Бала туыла салып, сен жүгіріп кет, тамағыңды өзің іштемейсің ғой, сен әлпештейсің, аялайсың, үйретесің. Сол сияқты тілді де жаймен деп үйретіп, өзің кәсібіңе де алып келуге болады. Бір күн мысалы толық сразу қазақшаға жүргізіп кет деген емес. Қайырлы таң, бүгін білесіздер ма не болған деп сторисіңді жазасаш. Адамдардың өзі таңғалып, мә, мына қазақша сөйлеп жатыр ғой деп қалады да. Сол сияқты жаймен деп кіргізуге болады контентке. Енді қазақ тілін қолданатын алдағы уақытта бизнес ұта ма? Оның мүмкіндігі басқалармен салыстырғанда көбірек бола ма? Кәсіпте ма? Кәсіпте. Жаңағыдай ғой. Ол тек қана плюс алып келмесе, минус алып келмейді. Дами береді. Ерекшеленесің. Сондықтан да жүргізіп көріңіздер. Егер де өздеріңіз байқайсыздар, жақсы жаққа қарай кетіп баратқан адамдардың көбірек сені ой молодец жарайсың деп айтқан сөздері көбірек болады. Орысша сөйлесең, ол қалыпты ретінде қабылдайды. Сен қазақша көбірек жаймен де қолданып, балкон дегеннің қазақшасы не деген сияқты мысалы, мен мысалы өзімнің үйге қатысты нәрселерімді айтып жатырмын ғой, мен өзім саламын да. Сосын адамдар жаза бастайды, қазақша қылтима, андаймда, өзің күнде қолданбаймыз ғой. Бірақ бүгінгі сіздердің қаншалықты қазақша білетіндеріңізді білейікші деп. Мысалы да кәсібіңе просто араластырып отыр. Қызық қой. Сол сияқты сол кезде сен бір сұрақ қою арқылы қаншама адамға сол балконның қазақшасы қылтима екенін үйретесің да. Бір жағынан кәсібіңе тұтынушылар тартасың. Тұтынушылар қызығушылық артады, ахуат көтеріледі деген сияқты, Сондықтан да ол тек қана жақсы жақ қарай кетпесе, төмен қарай кетпейді. Сондықтан қазақ тілін дамыту керек. Бір сөзбен айтқанда, осы қазіргі трендті пайдаланып, біз бизнесті ынталандыру арқылы қазақ тілінің деңгейін арттыра аламыз. Және ана тілімізді енгізген кәсіпкерлер болашақта ұтатын болады. Өйткені байқайсыз ба, мен социальный роликтер түсіремін, инстаграмда қарасаңыздар болады. Социальный роликте мен тек қана қазақша сөйлеймін. И тек қана қазақтарға берем сыйлықты. Мен аңдып тұрам, енді анау бір келатқан қазақтарды білмеймін, енді мен нацист деп ешкім жаңағыдай басында айтып кеттім ғой программада, жұмысқа лақтырмаңыздар. Просто ол дамытудың үлесін, қазақ тілінің дамуына үлесімді қосқым келеді да. Кез келген социальный проектімді алсаңыз, инстаграмда бәрі қазақша менде. И қазақтарға жаңағыдай сыйлап неғып берген кезде кәдімгідей қуанып мәз болады адамдар. Сен қазақша сөйлеп тұрған, ол саған қазақша жауап береді да. Сондықтан да міндетті түрде қараңыздар, көріңіздер, қызық. Бір сөзбен айтқанда, кәсіпті дамыту үшін де адам ең бірінші өзінен бастайды. Өзінен бастайды. Одан кейін жан жағындағы адамдар соған адаптация дейді ғой, бейімделеді. Мысалы, мен отырған жерде адамдар көбісі қазақша сөйлеуге тырысады. Өйткені мен қазақша сөйлеп отырамын да. Сондай деңгейге жеткізу керек қой. Мен орысша білем, мен ағылшынша да білем, бірақ мен олармен қазақша сөйлесем да. Сөйлей берем. Түсінбей қалсаң, что это деп сөйтіп сұрақ қалады. Сосын мен түсіндірем оны. Ол нормально. Сондықтан да сен өзіңнен бастасаң, қасыңдағы адамдар да соған бейімделеді. Дұрыс. Енді біздің көрермендеріміз сіздің өзіңіздің тәжірибеңізден біраз нәрсе түйіп алды деген үміттеміз. Студиямызға келгеніңізге ашық ой білдіріп, өзіңіздің білеріңізбен бөліскеніңізге алғысымды білдіремін. Рахмет, осындай әдемі қазақ тілін дамытатын бағдарламалар жалпы болғанына біз өте қуаныштымыз. Тек қана қолдаймыз. Сондықтан да көбейе беріңіздер. Кәсіптеріңіз өрлей берсін. Қазақ тілін
қолдайтын, қазақ тілін өз күнделікті қызметінде іс жүзінде пайдаланатын кәсіпкерлеріміз көп болсын. Амандықта жасайық.